Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Су құйғыш белгісіндегі жандарға апталық болжам 28 қараша мен 4 желтоқсан аралығына. Аптаға маңызды әсер беретін жағдайлар: туз мечи, семерка, жезл. Аптаның көлемінде өте жауапкершілік өте көп болады, жұмысыңыз өте көп болады. Сондықтан жаңағы қол қусырып отыруға болмайды. Бүгінгі жұмысыңызды ертеңге қалдырмаңыз, себебі аптаның аяғында жұмысыңыз көп болып кетуі мүмкін, және де басқа екінші тараптан ұсыныс түсуі мүмкін, жұмысқа байланысты мекен. Және де бұл қандай ұсыныс болмасын қабыл алуға кеңес беремін, себебі жақсы мүмкіндіктер ашып беретін болады сізге. Аптаның басында орын алатын жағдайлар: аптаның басында қыдыру, демалу, құрбыларыңызбен, достарыңызбен, жақындармен, коллективпен аптаның басында көңіл көтеру, демалу. Рыцарь чаш, жол жүру. Жаңағы түскен ұсынысқа байланысты бір жол жүруіңіз мүмкін. Аптаның ортасында және де сол ұсынысты қабыл алу түсіп тұр. Қандай да болмасын, аптаның ортасында бір істі, бір жұмысты бастайсыз. Және де келесі бізде король чаш, бір ер адамның көмегі болады, поддержка болады ер адам. Бұл екінші жартыңыз немесе коллективіңізде достарыңыз болуы мүмкін, аға бауырларыңыз болуы мүмкін. Яғни бұл жұмысыңызға көмектесіп, сізге поддержка береді. Ал аптаның аяғында орын алатын жағдай бізде колесо фортуны. Жолыңыз болып, бір жаңағы қабылдаған ісіңіз алға басып, жаңағы бәрі удачно болып кетеді. Мысалы, бір ойламаған жерден рискқа барып жатсаңыз, жолыңыз болады. Колесо фортуны, жаңағы удача сізбен бірге. Четверка чаш, бір емес бірнеше ұсыныс болса, кішкене ойлануға тура келеді, себебі жаңа чаштың барлығы бұл ұсыныс деп есептейік. Жаңа бір емес бірнеше жерде чаш түсіп тұр сізге. Кішкене ойланып шешім қабылдауға кеңес беретін едім. Аптаның басынан сізге аптаның аяғына дейін чаш түсіп тұр. Сондықтан қандай да болмасын, бір бастама бастап жатсаңыздар, жұмыс жасап жатсаңызда асығыс шешім қабылдамаңыз, ойланып шешім қабылдаңыз, бірақ сәттілік сізбен бірге екендігін ұмытпағаныңыз жөн. Колесо фортуны, бұл бізде старший аркан, және де нақты жауап беретін карталардың бірі. Және де бұл қаржы жағынан да пополнение болуы мүмкін. Және де аз сума емес, жаңағы бір іске, бір жұмысқа, депозитке, ипотекаға, бір нәрсеге ақша салайын деп отырсаңыз, кішкене ойлануға тура келеді. Бірақ рискқа барғаныңызға байланысты везение сізбен бірге болғандықтан удачно болып кетеді барлығы. Бірақ каждый раз удача сізбен бірге бола бермейді, сондықтан каждый раз бұны қайталай берудің қажеті жоқ. Бір рет рискқа бардыңыз ба, соңына дейін жеткізген дұрыс. Келесі бізде пятерка жезл. Аптаға берілетін кеңес: сізде қандай да болмасын, бір конкурсқа қатысайын деп жатсаңыз, бір жұмысқа тұрайын деп жатсаңыз, конкуренттеріңіздің мықты екендігін айтады. Сондықтан сізге үлкен дайындықпен бару керек, дайындықпен жүру керек, өте абай болу керек. Және де өз күш-жігеріңізді жинағаныңыз жөн. Қандай да болмасын, бір жерге дайындықпен барыңыз. Жаңағы конкуренттер өте мықты, сондықтан енді жұмысқа тұрамын деп жатсаңыз, бір конкурсқа қатысып жатсаңыз, мүмкіндігінше жарысқа қатысып жатсаңыз, мүмкіндігінше үлкен дайындықпен барыңыз, себебі конкуренттер сізде өте көп және де өте мықты. Кішкене бороться етуге тура келеді. Бұл аптаға берілетін кеңес. Осымен бір апталық болжамдарыңыз аяқталды. Келесі аптада аман есен кездескенше лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.